Ертеде өзен жағасында Достық деген ауыл болыпты. Сол ауылдың бір ауласында үй жануарлары тату-тәтті өмір сүріп жатыр екен. Әрі қарай балалар, өздеріңіз тамашалаңыздар. Неткен тыныштық. Бұл ауланы түгелімен көтеріп кетсең де, ешкім еш нәрсе байқамайды. Тоқта. Біреу келе жатыр. Ой, мынау балапан ғой. Іздегенің алдыңнан шығады деген осы. Мен алдап сулап бұл балапанды өзімен алып кетейін. Достар, қайдасыңдар? Анашым, қайдасың? Мен қараңғыдан қорқамын. Достар, қайдасыңдар? Балапан, сен неге жылап жатырсың? Мен түннен қорқамын. Түннен қорқасың? Түннен қорқамын. Қорықпай-ақ қой, сен менің кім екенімді білесің бе? Сіз кімсіз? Соны білмейсің бе? Сен мына өзің түріне қарашы былай. Сен де сарғыш түстісің, мен де сарғыш түстімін. Бұл не деген сөз? Білмеймін. Яғни екеуміз туысқанбыз. Туысқан? Мен сенің ағаң болам. Туысқан аға? Енді сен ештемеден қорықпа. Жарайды. Мен сені жарығы мол, азығы мол жерге алып барайын. Барасың ба? Әрине, алақай. Онда жүре ғой. Абайла, сүрініп қаласың. Ештемеден қорықпа. Ақырын, асыла жүрем. Барлығынан ерте тұрып өз шаруасын бітірмекші. Теке, қалғандары қайда? Ұйқыда ма? Иә. Оятсаңшы, мен қазір жем суларымды алып келемін. Қазір. Ей! Бұлдар! Ей! Başlar! Dur! Benim atma kırgıtırma! Su orada, çöp orada! Біле білсем, әкесін шақырғанын күтіп жатырмын. Таңғы туымды жасауым керек. Теке, сен бүгін ерте тұрған екенсің, Алланы сонша шулатқаның не? Біле білсең, ақылды деп біздің балапанды айтуға жет. Балапан? Балапан! Балапан! Ал біздің балапанымыз қайда кеткен? Мен қайдан білейін? Ол бізді таң сәріден оятуға жетеді. Бірақ оның бүгін дымы шыққан жоқ. Балапан қайда? Балапан қайда екен? Расында да. Балапан! Мүмкін мына іштен шығар. Жоқ, мұнда жоқ. Мұнда жоқ. Мүмкін оны Мұнда да жоқ. алып кеткен шығар. Масақ! Сендер неге шуланып жатсыңдар? Балапан қайда? Шөп, мысық. Сен
Біздің балапанды ұстап алдың ғой. Жоқ, тоқтаңдар. Мен ұрлаған жоқпын. Мүмкін түлкі ұрлап кеткен шығар. Түлкі? Түлкі деген кім? Түлкі деген әшенің ертегісіндегі айлакер түлкі. Сен бізді алдап тұрсың. Сен өзіңді құтқарып алмақсың. Балапан қайда? Білмеймін деген мяу. Айтпол, балапан қайда? Мен жатыр. Неге барлығын мысыққа жабыласыңдар? Әдемі, Қорықпа. балапан жоқ. Ол бізді балапанды ұрлап кетті. Жоқ! Ол балапанды ұрлаған жоқ. Ол дегенің менің қасымда болды. Сүт ішті. Балапанды ұрлаған жоқ. Менің балапанымды кім ұрлады? Сонда Ендеше Балапаным қайда? Әдемі, Балапан қайда? Балапан! балапанды түлкі ұрлап кеткенін айтты. Ал біз түлкінің кім екенін білмейміз. Мүмкін балалардан сұрармыз. Түлкі. Түлкі? Мен түлкіні білмеймін. Түлкі деген айлакер қуы болады. Балалардан сұрап көрейік. Балалар, сендер түлкіні білесіңдер ме? Білесіңдер ме? Балалар, айтыңдаршы, түлкінің түсі қандай болады? Сары болады. Сары болады дейді. Тоқта. Құйрығы ұзын әрі үлпілдек екен. Иә. Кәне, тоқтай тұрыңдаршы. Ал түлкінің тұмсығы қандай болады екен? Ұзын. Ұшықара? Теге түлкіні жыртқыш ал дейді ғой. Енді қайтып балапанды қалай құтқарамыз? Әдемі, сен ешқандай да уайымдама. Мен дегенің кішкентаймын ғой балалар. Ал бұлар үй жануарлары. Біздің түлкіге мүлдем әліміз келмейді ғой. Әдемі, ешқандай да уайымдама. Ақылы жеткен алып та жығады, шалып та жығады. Біз біргеміз. Әрі біздің ақылымыз зор. Мен витаминдер жайлы білемін. Әдемі, уайымдама. Қазір міндетті түрде жаттығу жасап, жолға шығайық. Балапанды тауып алайық. Біздің ауладан бөтен біреудің иісін сезіп тұрмын. Барлығымыз күш жинап, мына түлкіні тауып алайық. Иә, бұл дегенің түлкінің иісі. Демек, біз күшік түлкінің иісімен ізін ұстап тауып алады. Ал біз болса, қошқар сен ұрып шығасың ғой, иә? Сен шалып берсең, мен ұрып берем. Жарайды, олай болса, кеттік, жүріңдер. Бірінші жаттығу жасап алмадық па? Әрине. Дұрыс айтасың. Жаттығу жасап, денемізді шынықтыра керек екен. Шынығып алғанымыз. Балалар, сендер бізбен бірге барасыңдар ма? Олай болса, бізбен бірге жаттығу жасап, денемізді шынықтырып алайық. Жарай ма? Олай болса, бастаймыз. Жарайды, жат осымен жетер. Енді сендерге дәрмендер жайлы айтып берейін. Себебі
Дәрумен біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Әрі сүйегіміздің нығаюына өте пайдалы. Ендеше мұқият тыңдап бірге қайталаңдар. Дәрумендер тұрағы. Дәрумендер тұрағы. Түрлі тағам құрамы. Түрлі тағам құрамы. Денсаулыққа пайдалы. Денсаулыққа пайдалы. Түрлі тағам құнарлы. Түрлі тағам құнарлы. А десеңіз. В десеңіз. С десеңіз. Д десеңіз. Мен де дәрумендер жайлы білемін ғой. Сендер білесіңдер, мен сүтті қалай жақсы көрем. Сүттің құрамында кальций бар. Ол түсті сүйекті нығайтады. Және де бұлшықеттің қызметін жақсартады. Шіркін, сүт ішіп бір ұйықтасам. Ихлас. Туған емес. Тоқта. Сен үнемі ұйықтайсың да жатасың. Ал мен болсам, ауланы күзетемін. Сендердің ұйқыларының тыныштығын күзетемін. Және де мен мына ауладан бөтен біреудің иісін сезіп тұрмын. Бұл түлкі болу қажет. Ендеше барлығымыз түлкінің артынан қуып, досымызды құтқарып алайық. Дұрыс айтасың, дос дегенің бір болу керек. Сондықтан кеттік, жүріңдер. Мұнда кел, Марбал, келе ғой, менің қасымда бол. Әрқашан дос біргеміз, ажырамас үргеміз. Достық біздің әніміз. Достық біздің сәніміз. Достық біздің сәніміз. Достық біздің әніміз. Түлкі осында бұл қажет. Тұрағын маңайда. Тоқтаңдар! Сендер кімсіңдер? Біз достарымыз балапанды құтқаруға келдік. Мені танымадыңдар ма не? Ал сен кімсің? Мен ақылмын. Біз бағанадан бері таласып айтып жатырған ақылы осы екен ғой. Ақыл? Я, ақыл сөзі. Достар, бұл жаңағы біздің достарымыз айтқан түлкі нағыз осы. Тоқта. Бізді алдап тұр. Балалар, айтыңдаршы, түсі сендер сарғыш дедіңдер ғой, я? Түсі сарғыш, құйрығы ұзын болу керек пе? Құйрығы ұзын, тұмсығы да ұзын болу керек еді. Және де біздің аулада шыққан ел осыныкі. Өтірік! Алайық, балапанды қайда? Мен балапан сендерге алып келе жатырмын. Алайық, қайдар біздің балапанды? Жеп қоймақшысың ба? Сенің кесімнен менен көрді ғой. Иә, қайдар? Неменеге бе? Ашуыңды бас, балапан. Біз сені құтқаруға келдік. Түлкі мені жеп қоян деді. Ол менен сорпа жаған деді. Ой. Қорықпашы, балапан, қорықпа. Балапан, қорықпа. Мен түлкіні қуып шықтым. Жарайсың. Достар, мен сендерге қостымын. Сендер барда жоқ қой менің ешбірім. Достық болып оралады өзіне. Өздеріңе жасап жүрген достығым. Рахмет сендерге. Отасы жоқ балапан. Біз де сені құтқарып алғаныма өте қуаныштымыз. Татулық,
деген. Сондықтан балалар, достарыңды қадір тұтыңдар, достарың көп болсын, әрқашан бірлікте болыңдар, ұрыспаңдар. Ақтөс, сен Марғауға еш нәрсе айтқың келмей ме? Жарайды. Кіші. Жарайды. Балалар, сендерді бүгінгі халықаралық балаларды қорғау күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Достарың әрқашан көп болсын, көңіл күйлерің керемет болсын. Олай болса, біздің достық әнімізді бізбен бірге шырқап көңіл көтеріңдер. Адымдаймыз достармен кеңістіктен, кеңістіктен, кеңістіктен. Ән айтыңдар балалар бізбен бірге, бізбен бірге, бізбен бірге. Қосылып өлең айтсаң тыйын жанмен, сердеңдер, сердеңдер қойын жанмен.